әлемдегі ең ауыр гуманитарлық дағдарыс ошағында үлкен серпіліс болды. Йемендегі соғысушы тараптар қақтығыс басталғалы бері ең ауқымды тұтқын алмасу туралы келісімге ресми түрде қол қойды. Мыңдаған отбасы жақындарын күтіп отыр. Бұл қадам көптен күткен бейбітшілікке жол ашатын алғашқы нақты қадам болмақ. Біріккен ұлттар ұйымының ресми мәлімдемелері мен Reuters агенттігінің хабарлауынша, бұл келісім Швейцарияда өткен қарқынды келіссөздерден кейін жасалды. Сауд Арабиясы қолдайтын үкімет пен хусит көтерілісшілері 800-ден астам тұтқынды босатуға келісті. Олардың арасында жоғары лауазымды әскерилер мен бірнеше жылдан бері қамауда отырған халықаралық журналистер бар. Тұтқындарды тасымалдауды халықаралық Қызыл Крест комитеті үйлестіреді. Бұл тек әскери шешім емес, бұл тараптар арасындағы сенімді нығайтудың маңызды шарасы. БО-ның арнайы өкілі Ганс Грундберг бұл келісім миллиондаған адам аштықтан зардап шегіп отырған Йемен халқына үміт сәулесін сыйлағанын атап өтті. Алайда толық бейбітшілікке жету жолы әлі де ұзақ. Бұл Йемендегі соғыстың аяқталуы ма, әлде уақытша үзіліс пе? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Таяу шығыстағы маңызды оқиғаларды бақылау үшін Aba News арнасына жазылыңыз. Соңғы жаңалықтарды бірінші болып біліңіз.